Қарт тергеушінің әңгімелері романы. Кейіпкердің аузымен айтылатын, жеке-жеке тартымды хикаяттардан тұратын, 20-30 жылдардағы шиыршық атқан шындық оқиғалар негізінде жазылған, кезінде жұртшылықтың ыстық ықыласына ие болған туынды. Кілт. Редакцияға хат келді. Мазмұны мынаған саяды. Қадірлі балаларым, ертеректе бір ғұлама, көрген білгенін айтпаса кәрігін әлі, ал оның айтқанын ынта қойып тыңдамаса, ақыл ойдың безбеніне салып, елеп екшеп, пайдалы дегендерін өз керегіне жарата білмесе, жас кінәлі деген екен. Ғалым бабамыз Әл-Фараби, тарихты білмей тұрып қазіргінің қадіріне жету, болашақты болжау қиынды ескертіпті. Сол сөздер маған тыныштық бермей, жасым 90-ның асқан шағымда қалтыраған қолыма қалам алғызды. Өткен өмірімді, осы уақытқа дейінгі көрген білгенімді ой елегінен өткізіп қарасам, көкірегімде күмбірлеп сайрап тұрған шіркін-ай, желкілдеп өскен құрақтай бүгінгі жастарға әңгімелеп айтып берсем-ау дейтін жайлар аз емес екен. Бірақ бұл арман ғана. Өйткені өзімнің ақын да, жазушы да емес екенімді жақсы білем. Көңілдегі көрікті ойдың ауыздан шыққанда өңі кететініне іс жүзінде әлде қашан-ақ көзім жеткен. Осыдан біраз жылдар бұрын қызметті ойып зейнетке шыққаннан кейін өткендегі бастан кешкен әр түрлі жайларды, қилы-қилы шытырман оқиғаларды көңіл экранынан қайтадан өткере отырып, ақ қағазға түсіріп байқағаным бар. Өкінішке орай, менің жазғандарым қаншама тер төгіп еңбектенсем де, баспа жүзін көруге жарайтындай әдеби шығарма дәрежесіне көтеріле алған жоқ. Бір-екі рет газет-журналға әдейілеп алып барғанымда, оқып көрген редакция қызметкерлері солай деп пікір айтып, дәптерлерімді өзіме қайтарып берген еді. Жазбаларым содан бері сарғайған қалпында сандықтың түбінде сақтаулы жатыр. Таяуда бір оқиға болды. Совхозымыздың орталығындағы 10 жылдық мектептің пионерлері мені революция ардагері деп құрметтеп кездесуге шақырған екен. Бардым. Кілең ғана сүйкімді, өзімнің немере шөберелеріммен жасты балапандар. Көздері жәудіреп, маған таңданса қарайды. Менің 90 жастан асқан ғұмырым оларға бейне бір 9 ғасырдай болып көрінетін сияқты. Мойындарына оттай жанған қып-қызыл галстук таққан кіп-кішкентай бүлдіршіндердің сонау тым-тым алыстағы өткен күндер шежіресін, оқиғаларын білуге деген құмарлықтары, құштарлықтары көңілімді елжіретіп, көзімді еріксіз жасауратып жіберді. Өткен күндердің көп суретін көкірегімде қайта тірілде отырып, балаларға шама-шарқым келгенше, тілім жеткенше әңгімелеп бердім. Олардың соншалықты ықылас қоя қызыға тыңдағаны маған да қуат беріп демеу болып бір сергітіп тастады. Алайда, балаларға айтқандарымнан айтпағандарым көп еді. Әрине, сол кездесуден келген соң тыныштықта мүлде айырылып қатты мазасыз күйге түстім. Жүректе жалын, бойда күш көп кезде, қайратымыздың мол шағында уақытпен де, қиындықпен де, қауіп-қатермен де санаспай, жаңа өмір орнату жолында жан аямай күрескен жылдардың көп оқиғалары, суреттері көз алдымнан елестеп кетпей қойды. Адам дегеніңіз ертегі аңыздарда айтылатын мың жасайтын дию пері шайтан емес қой. Оның үстіне жас болса талай жерге келіп қалды дегендей. Алайда, менің қорқатыным өлім емес. Шүкіршілік, асарымызды асадық, жасарымызды жасадық. Менің қорқатыным өзім жақсы білетін жайларды, өткен күндер шежіресін шынымен-ақ өзіммен бірге әлгі молдалар айта беретін о дүниеге алып кетем бе деген күдік. Расын айтқанда бұған ешқандай көнгім келмейді, және арлы-берлі бажайлап ойлап қарасам, қолдан келетін қайраным да жоқ сияқты. Дүниедегі қиынның қиыны, қорлықтың ең үлкені, өзің білгенді өзгелерге айтып жеткізе алмау екен. Көкіректе сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр деген мәтелді шекесі қызған адамның шығармағаны анық. Сонымен ойлана келе өздеріңе арнайы хат жазып, хабарласуды жөн көрдім шырақтарым. Ондағы мақсатым өзімнің өмір жолымды қалайда газетке немесе кітапқа шығартып, тарихта қалдырсам деген пендешілік тілек емес.
Мені қинайтыны басқа жайт. Күні кешегі ұлы төңкеріс күрес жылдарында қазақ даласында бақытты жаңа өмір орнату жолында құрбан болып, қаза тапқан еңіреген ерлер бар. Олардың көпшілігінің есімі жұртқа белгілі. Кітаптарға кірген, ел есінде жаттаулы, сақтаулы. Сонымен бірге, әлі күнге дейін тарихшы, журналист, ақын жазушылардың назарына ілікпей келе жатқан тасада, қаға берісте қалып, орынсыз ұмтылуға айналған есімдерде жоқ емес әрине. Жаңылмасам, Иса Байзақовтың Ақбөпе дастанында ғой дейм. Мезгілсіз, мерекесіз өткендердің жандары бізді де айт деп сыбырлайды деген өлең жолдары бар еді. Сондай хәл маған да жатсам тұрсам тыныштық бермейді. Мені мазалайтыны, аяқ астынан ажал жетіп, алай-бұлай бола қалсам, өз халқының келешегі, бүгінгі жастарымыздың бақыты үшін қасықтай қанын, өмірін қиған сол бір ғазиз жандардың есімдері де бір жола ұмытылып қалмас бекен деген күдік. Расын айтқанда, осыдан көп жылдар бұрын байыз таптырмай қолыма қалам алғызып, естелік жазуға итермелеген негізгі себептің бірі сол еді. Осы күні кәрілік бойды жеңе бастады. Өткен ғасырда өмір сүрген, айтқандары ел аузында сақталып бізге жеткен әйгілі ақын Сегізсері Бахрамұлы. 90-да тұра алмайсың кәрі атандай, көрінер кең дүние алақандай. Белден қуат, тізеден дәрмен кетіп, боларсың жаңа туған балапандай деген екен. Сол жағдай біздің де басымызға келді. Қол мен тізе қалтырайды, құлақ жөнді естімейді, көз бұлдырайды, ұмытшақтық пен ұйқышылдық деген кеселдері де келіп жармасты. Сондықтан жазғандарымды өзім апарып көрсететін шамам жоқ. Ал оларды редакциялардың немесе баспалардың біріне поштамен салып жіберсем, ары-бері көз жүгіртіп, шолып қарап, бұл күйінде жариялауға келмейді екен деп, қоқыс салатын жәшікке тастай салама деп қорқам. Егер араларыңнан естеліктерімді оқып шығып пайдаға жаратамын, шығарма жазамын дейтіндер табылса, іздеп келсе, қолымдағы бар материалды қуана-қуана берер едім. Жетпеген жері болса, білгенімше ауызша айтып толықтырар едім. Қалай пайдаланамын десе де қолынан қақпас едім. Сәлеммен 1887 жылы желтоқсан айында дүниеге келген Өміртай Мустин аталарың. Осы хатты алған соң Алматы облысының Қаскелең ауданында зейнеткер қызы Найман бала мен күйеу баласы Қинаштың қолында тұрып жатқан қадірлі қарияны іздеп барғанбыз. Мезгіл тамыз айының іші болатын. Алматыдан ертелетіп шыққандықтан совхозға да күн ұясынан құрық бойы ғана көтерілген ерте сәскенің кезінде келдік. Шол жөнекей жасы 95-тен асқан қария қазір қандай хал күйде екен, бізбен әңгімелесуге шамасы келе ме деген ой қылт-қылт етіп, төбе көрсетіп, күпті еткенін жасырғымыз келмейді. Өмекең өзінің редакцияға жазған хатында бір ауыз өлеңін мысалға келтірген әйгілі Сегізсері ақынның 95 ұядағы жұмыртқадай, еті арылып мұжылған омыртқадай, дәрменсіз біз бір орында тыпырлайсың, мысалы елеудегі құмырсқадай дегенде сөздері бар екенін еске алып, көз алдымызға сыртқа кіріп шығуынан гөрі, күн көзін көрмей көлеңкеде өскен өсімдіктің сабағындай болып бозарып, үйде жатуы көп қария елестеген. Қателеспіз. Біз келгенде Өміртай ақсақал өз үйінің көше жақ сыртында қақпа алдында, дәл біздердің келетінімізді біліп, күтіп алуға шыққандай-ақ жолға қарап тұр екен. Мұны іштей жақсылыққа, жолымыз болатын шығарға жорып жатырмыз. Басында түрік халықтарының үлгісімен тігілген шашақты қара тақия, үстінде жеңін кимей, жейде сыртынан желбегей жамыла салған қара костюм, қолындағы таяқты сүйену үшін емес, өз жасына лайық нәрсе болғандықтан әйтеуір зияны тимес деп сән үшін ғана ұстайтын сияқты. Сақал шашын мұнтаздай етіп қырған, қырау шалған мұртқана қойған кең маңдайлы, келбетті қарияның түр тұлғасына, дидарына қарап 75-80-ді әрең қиғандайсыз. Өмекең сәлемімізді алып жөн сұрап, өзін іздеп келгенімізді естіген соң, үйге қарай бастап жүрді. Біз аулаға кіргенде, самауырға ағаш бұтап жатқан соқтауылдай жас жігіт балтасын жерге тастай салып, көрегенділік, әдеп ізет көрсетіп, қасымызға келіп қол ұсынып сәлем берген. Өмекең оны немерем деп таныстырды. Қызы Найман бала да есік алдында шай қамымен жүр екен.
Біздер сырттағы ағаш сәкінің үстіне жайғастық. Қария шынтағына жастық қойып жантайып жатты да, маған өзінің жанында құрақ көрпеден орын нұсқады. Осы кезде үйден қара торы жүзін әжіміздері торлаған, бурыл тартқан мұрты бар тағы бір егделеу адам шығып, біздің жанымызға келген еді. Ол Өмекеңнің Зейнеттегі күйеу баласы Қинаш болып шықты. Өмекең редакцияға жолдаған хатында кәрілік жеңе бастады, қолмен тізе қалтырайды, құлақ жөнді естімейді деп жазғанмен, жаңа ол кісімен сыртта алғаш кездескен бойда байқағанбыз. Денесі әлі тік, жүріс-тұрысы қунақ екен, өңі жылы, сөзі ширақ. Дәрігерлер құлаққа салатын аппарат әперіпті. Соның көмегімен естуі қайтадан жақсарған. Біз ол кісінің осындай хәл күйіне қуанып, ризашылығымызды білдірдік. Баяғыда жастау кезімде ревматизмнен емделуге Кавказға, курортқа барған едім. Сонда бір дәрігер денсаулыққа пайдалы арнайы жаттығулар жасауды үйретіп еді. Содан бері таңертең тұрғанда, кешкісін жатарда жарты сағат соны істеймін. Мені бір жолата жатып қалудан сақтап, жанымды әзірге алып қалып жүрген сол әдет, физкультура деп күлімдеді Өмекең. Тіпә, тіл көзден аман болсын. Атам әзірге ширақ. Өткен жазда қасына адам ертпей, Семей жақтағы туыстарды өз аралап қайтты, деді қызы Найман бала біздерге шай құйып беріп отырып. Өмекең редакцияға жолдаған хатында: қартайдық, жүріп тұруымыз қиындады. Қолжазбаны өзім апарып көрсетуге шама жоқ деген сөзді жорта жазған болуы да мүмкін ау. Өткен күндер тарихы, өзі білетін әңгімелер шын қызықтыратын адам болса, әдейілеп іздеп келсін деп ойлаған шығар деген жорамал жүгіріп өтті. Несі бар? Жарасымды. Қазір қатары мүлде селдіреп, сиреп қалған, бастарын әппақ қырау шалған осындай қадірмен ардагерлердің арамызда жүргені қандай қуаныш. Дастархан басындағы әңгімеден және артынан Өмекеңнің дем алатын ұйықтайтын бөлмесіне кіріп, сандық ішінде сақтаған мұрағатымен, құжаттарымен, әртүрлі қағаздарымен, сонау 20-30 жылдарда шыққан сарғайған газет қиындыларымен, естеліктермен таныса келе, ол кісінің өмір жолын көз алдымызға елестетуге мүмкіндік алдық. Сол жөнінде аз ғана мәлімет бере кетейік енді. Өмекең Семей облысының Абралы ауданында дүниеге келіпті. Ол кісінің шет-шеті ақжемделіп тозған ескі дәптерлерінің бірінен Абралы дегелең бесікке мені бөлеген, түскен еді туған жер, ыстық еді не деген. 1973 жылдың 7 мамыры Қарасайдағы қыстауымыз түсіме енгенде жазылды дегенді оқыған едік. Біз онда бұл өлеңді Өмекеңнің өзі шығарды ма, әлде шыр етіп дүниеге келгенінде кіндік қаны тамған, балалығының бал жылдары көрген түстей зымырап өте шыққан, туған жерді жүрегі сыздай аңсаған сәтінде басқа бір жерлес ақынының сол туралы айтқан өлеңін есіне алып, қағазға түсірді ме, ол арасын анықтап сұрамаған едік. Өмекеңнің өзінің суреттеуінде әкесі Мұста, баймен айтыспа, балуанмен алыспа дейтін нақыл құлағына кірмейтін, шамасына қарамай өзі кедей-кепшіктің сөзін сөйлеп, жыртсын жыртамын деп ел билейтін жуандармен шақ етіп шайқаса кететін шақар адам болған көрінеді. Сол үшін талай рет қан жоса болып, соққыға жығылып дүреді жепті. Өмекең жас кезінде әкесінің Семейде тұратын досы, Терейлеу зауытындағы марксшілдер үйірмесін басқарған. Кейінірек атаман Анненковтың қандыбалақ қарақшыларының қолынан қаза тапқан большевик Василий Черновтың ақыл кеңесімен, көмегімен 3 жылдық қазақ-орыс мектебінде оқып сауатын ашқан, тіл үйренген. Сол азнаулақ білімінің арқасында кеңес өкіметі орнағанға дейін және одан кейін де көп жылдар елде мұғалімдік қызмет атқарған. 1922 жылы оқуын ары қарай жалғастыруға ниет етіп, Семейге келіп педагогика техникумына түседі. Сонда оқып жүргенде партия мүшелігіне кандидаттыққа қабылданады. Бір күні мені губерниялық сот төрағасы Баранов кеңсесіне шақырыпты. Бардым. Шашын әппақ қырау шалған, шағын ғана шымыр денелі, жүзі жылы, қартаңдау адам екен. Қол алысып амандасқан соң, отырыңыз деп орындық нұсқады.
Содан кейін сізді Қарқаралыға халық тергеушісі етіп жіберуді ұйғарып отырмыз. Қалай қарайсыз? Деп сұрады. Ешқандай заң білмеймін. Қалай барам деп ем. Оған қайғырмаңыз. Қолыңызға кітап береміз. Сонда бәрі жазылған. Оқысаңыз түсінбейтін түгі жоқ деп жымиды. Бірақ ол сөзінің маған оншалықты әсер етпегенін байқады ма? Біз бәріміз партия солдатымыз. Мен де мәселен заң маманы емеспін, соған қарамастан губерниялық рефтрибуналдың төрағасы міндетін атқардым. Жасым ұлғайса да, арнайы дайындығы бар сенімді кадр жетіспегендіктен партия енді осы қызметке қойып отыр деп шынын айтты. Содан соң жер-жердегі заң мекемелеріне кіріп алған тап жауларының істеп отырған зиянды әрекеттер жайында бір қатар әңгімелер шертті. Олардың орнына жіберуге қазақ халқының әдет-ғұрпын білетін, өзің сияқты кедей таптан шыққан сауатты адамдар аз болып тұр. Осыны түсін. Әрі партия жауынгері екеніңді ұмытпа, ертеңге дейін жақсылап ойланып кел, деп қоя берді. Жатақханаға қайтқан соң бірге оқитын жолдастарға жағдайды айтып, ақылдасып көріп ем, қайсыбірі ауданның халық тергеушісі болу деген лауазымды үлкен қызмет. Ойланатын несі бар? Келіскенің жөн десті. Тек Мұсатай Ақынжанов пен Әлкей Марғұлан ғана. Түс аяғы маймақ, төре аяғы тайғақ. Төрелікке лауазымға қызығып қайтесің. Оқығаның, орнықты білім алғаның жөн емес пе деп кеңес берді. Өзімнің де оқуға деген құмарлығым күштеді. Жарық сәулеге ұмтылған көбелектей ақ, оқи берсек, білім ала берсек деген талпыныс бәрімізде бар болатын. Сол оқу бізді неге жеткізеді? Түбінде кім боламыз деген сұраққа көбіміз нақты жауап бере алмаста едік. Арманымыздың жетер жері шын сауатты мұғалім болсақ, балаларға жаңа заманның талабына сай жан-жақты білім бере алсақ деген ғана тілек болатын. Техникумда менімен бірге оқыған Мұсатай кейінірек белгілі тарихшы ғалым атанып, қазақ жерінде тұңғыш ашылған университетте сабақ берді. Ал Әлкей Марғұлан бұл күндері атағы алысқа жайылған академик. Халқымыздың аяулы адамдарының бірі деп, өмекең өткен күндерді еске түсіріп, ойланып, тәтті қиялдарға бой алдырғандай болып, аз ғана үнсіз отырып қалды. Содан соң қайта сергіп әңгімесін әрі қарай сабақтай түсті. Я, бірді айтып бірге кетіп барады екем-ау. Сөйтіп, сол күні кешкісін басым жастыққа тиген соңда кірпігім ілінбей, көпке дейін ойланумен болдым. Оқуды қанша қимағаныммен, өңінде шаршаудың ізі бар қызыл шырайлы қартаң большевик Барановтың біз бәріміз партия солдатымыз, ойланып кел деген сөздері құлағымнан кетпей қойды. Ақырында Қарқаралыға халық тергеушісі болып баруға бел байладым. Мінекей, сол кезден бастап зейнетке шыққанға дейін ұзақ жылдар бойына Қазақстанның 9 облысында заң орындарында әртүрлі жауапты қызметтер атқарыппын. Талай қауіп-қатерден аман қалып, бүгінгі күнге тірі жеткеніме ризашылық етем. Өкіметім адал еңбегімді бағалап, омырауыма еңбек қызыл ту орденін 4 медаль тақты. Грамоталар, ат көпір. Ұлдар мен қыздардан тараған үрім бұтағым, тұқым тұяғым қазір 61 адам болыпты. Осыдан артық бақыттың да, байлықтың да керегі жоқ. Шүкіршілік деп отырды өмекең әңгіме үстінде. Қоштасарда менің қолыма ескірген қалың дәптерді ұстатты. Осында өзім тергеуші болып қызмет атқарған жылдарда бастан кешкен, көзбен көрген, өзгелерден естіп білген оқиғалар қысқа-қысқа жазылған. Ішінде бір мысқалда жалғаны жоқ. Асықпай оқып шығып ойланып көр. Мүмкін шығарма жазуыңа негіз болар. Әсіресе мені мазалайтыны, осы дәптерде айтылған, жарық күндерге жете алмай, жаңа өмір орнату жолында мерт болған ерен ерлердің, есіл азаматтардың тағдыры. Солар ұмытылмаса екен. Ең алдымен соларды ескерші, соларды жазшы және газет-журналға, кітапқа шыққаны болса, шетінен жібере бер. Тірі жүргенімде оқып көңіл көтерейін деді. Мен өмекеңнің бұл тілегін қолымнан келгенше орындауға уәде бердім. Әдетте, бүгінгі таңда бұрынғы кеңес өкіметі кезіндегі оқиғалар сөз бола қалса, бірыңғай қара бояуды қалыңдата жағуға бой ұру байқалып қалады. Сондай-ақ, бұрын көп жылдар бойына кеңес өкіметіне шаң жуытпай келгенде кездер болған.
Қазақстанның Кеңес одағы құрамында өмір кешкен 70 жылдан астам тарихы, еңсені езер қасіреті де білімге, өнерге, өндіріс ошақтарын ашу мен экономиканы заман талабына жақындатып қайта құруға талпынысымен-ақ ерекшеленетінін есте ұстаған абзал сияқты. Адамдар тағдырын ойыншыққа айналдырған, халқымыз ашаршылықтан шыбын шақырылған, арыс азаматтарымыз жазықсыз қуғын-сүргінге ұшыраған нәубет жылдарды да, кешегі сұрапыл соғыста ерлік жасаған, ғылымда, өнерде, шаруашылықтың әр саласында жарқырап көзге түскен небір асыл жандарды да жадымыздан шығармаған ләзім шығар. Өйткені біздің бүгінгі тіршілігіміз кешегі күндердің заңды жалғасы. Адамдар өздері өмір сүретін уақытты да, дәуірді де таңдай алмайды. Тағдыр талайына не жазылса соны көреді. Пенде болған соң әрине, жарық сәулеге ұмтылады, бақытты болуға талпынады, қуанады, үміттенеді, қателеседі, тағдыр тауқыметіне қарсы тұрып күреседі, жеңеді, жеңіледі. Біздер бүгінгі күн ұрпақтары өзімізден бұрын ғұмыр кешіп, дүниеден өткен әкелеріміздің, ағаларымыздың бастарынан өткерген оқиғаларын білген үстіне біле түссек, мұның өзі кешегімізді ғана емес, бүгініміз бен ертеңімізді де дұрыс пайымдауға көмектесері сөзсіз. Сондықтан мен Өмекеңнің жазбаларына сүйене отырып, өткен күндер хикаяларын ешқандай әсірелеп әшекейлемей-ақ өмірде болған қалпынша баяндауға тырыстым. Күлжәміш. 1928 жылы Өміртай Павлодар облысының Қызылтаң ауданындағы үлкен Ақжар селосында тұрып, Қызылтаң, Семияр, Бесқарағай аудандарын қамтитын халық тергеушісі болып қызмет атқарып жүргенді. Мезгіл маусым айының іші еді. Кеңседе қолдағы қылмысты іс бойынша айыптау қорытындысын жазып отырғанында есік қырлай ашылып, үстіне көне тоздау жеңіл, тоқыма шекпен киген, орта бойлы қалың қабақты қара сұр жігіт кірді. «Ассалаумағалейкум!» деп сәлем берген қалпында ілгері озуға батпағандай есік көзінде бөгеліп тұрып қалды. Оның абыржыған өңіне, қолындағы бүктей ұстаған қамшысына қарап, әлдеқандай шұғыл шаруамен елден келген адам екенін сезе қойды. «Әлейкүссалам, төрлетіңіз!» Жігіт жазу үстеліне жақындап келді де, «Сіз тергеуші боласыз ба?» деп сұрады. «Я, онда менің сізде жұмысым бар еді. Мына орындыққа отырыңыз да шаруаңызды айта беріңіз», деді ол, алдындағы қағаздарды жинаңқырап, жігітке енді анықтап, көз тоқтата қарап, әңгімесін тыңдауға ыңғайланып. «Мен өзім Кеңтүбекте тұрам», деді жігіт. «Жалғыз қолау құнаннан басқа жылқым жоқ. Қолымда кәрі көксау шешем бар. Сол кісі қымыз ішкім келеді, бие сатып ал деп мазалап қоймаған соң, көршілес Бесқарағай аудандағы нағашымнан қарызға ақша әкелмек болдым. Сөйтіп кеше кіші бесінде жолға шықтым. Нағашыма барып ақша алып, бүгін таңға жуық ауылға қайтып оралдым», деп кеберсіген ернін жалап жұтынды да үндемей отырып қалды. Сонан соң?» деді Өміртай оған қадала қарап. Үйге кіре бергеннен шеше маңырап қоя берді. Сорлатты дейді. «Не болды?» деп ем, қатының әбдіредегі 120 сом ақшаны 66 кез бұлды, 10 тақта шайды алып қашып кетті дейді. «Жолдас тергеуші, менімен тұрғысы келмесе, байлап ұстайтын заман ба? Өзі кетсе бір сәрі, ақ адал маңдай терімді сыпырып тапқан мүлкімді әкеткенне күйем. Сол дүниелерімді қайтарсаңыз екен», деп қалтасынан мұқият бөктелген бір парақ қағаз алып ұсынды. «Бұл не?» деп сұрады. «Арыз, осында түгел жазылған». Жігіттің бүгежектеп қипақтаған түрі ұнамады. Арызына көз жүгіртіп еді, жаңағы айтқандары онда да қайталаныпты. Оларға қосымша білгені өзінің аты Алпысбай, әйелінің аты Күлжәміш екен. Өміртайға оның үйінде 120 сом ақшасы бола тұрып, құлынды бие алу үшін нағашысынан қарызға ақша сұрай барғаны күдікті көрінді. Өйткені базарда құлынды биенің құны мықтағанда 30-40 сомнан аспайтын. «Әйеліңмен қосылғаныңа көп болып па еді?» деп сұрады. «1 жылда толған жоқ. Екеуің жаман тұрушы ма едіңдер?» «Жоқ, былай енді әртүрлі жағдай болатын», деп күмілжіді жігіт. «Нағашың Бесқарағай ауданының қай ауылында тұрады?» «Орталығында». «Нағашыңның ауылына не мініп бардың?» «Қолау құнанды».
Қазір мұнда немен келдің? Сол қолау құнанмен. Өміртайдың оған деген күдігі онан сайын қоюланып күшейе түсті. Өйткені Алпысбай тұратын Кеңтүбектен Бесқарағай ауданының орталығына дейінгі қашықтық шамамен 50 шақырым. Кешегі кіші бесінде қолау құнанмен жолға шыққан адамның бүгін таңға жуық қайтып орала қоюы, ол аз болғандай салып ұрып ауданға жетуі сенімсіз. Әйеліңнің қайда кеткенін білмейсің бе? Кімнен күдігің бар? Деп сұрады жігіттен күмәнданғанын сездірмей. Білсем, сізге келем бе? Өзім ағыз деп бармайын ба? Көмектесіңіз жолдас тергеуші, деді ол тершіген маңдайын жеңімен сүртіп. Қалың қабағының астындағы шүңірек көзі тура қараудан тайсақтап, жанарын тайдыра береді. Жарайды, қайта беріңіз, тексеріп анықтайым, деді Өміртай. Жігіт қайтып, бір ауыз сөз айтпастан шыға жөнелді. Өміртай ойланып отырып қалды. Сот, тергеу жұмыстарына араласқалы бері бірнеше жыл ішінде талай-талай қылмысты істермен айналысуына тура келгенді. Әсіресе қыздарды қалың малға сату, ретін тауып әртүрлі қызметтерге орналасып кеткен пиғылы теріс, оқыған бай балалары мен солардың құйыршықтарының кеңес заңын бұрмалауы, парақорлық, ұрлық, барымта сияқты жайлар ел ішінде әлі де жиі кездесетін. Кеңес үкіметінің әйелдер өзінің қалап, көңілі қалап сүйген адамына қосылуға ерікті деген заңына арқа сүйеп, жергілікті әкімшілік сот орындарына арыз беріп, күйеулерінен ажыратып, бас бостандықтарын алып жатқан келіншектер де аз еместі. Олардың бәрі де бір кезде қалың малға сатылып қор болған, көңілдері мүлде қаламайтын адамдарға еріксіз барған мұңлықтар еді. Жаңағы келген жігіттің менімен тұрғысы келмесе байлап ұстайтын заман ба деп отырғаны сондықтан. Әйтсе де, Өміртай оның айтқан сөздері мен түр-түсінен секем алып, бұл істе әлде қандай бір шикіліктің бар екендігін сезінгендіктен де қазбалап сұрақ қоймады. Мұндайда дұрысы, күмәнданғаныңды сездірмеу, оқиға болған жерге барып, істің мән-жайын біраз зерттеп анықтап алғанша сабыр сақтап, сыр бермеу. Әрі ол Кеңтүбектегі Қызылотау қызметкерлерімен танысты. Ал олар ауыл жақсыларын жақсы біледі. Ең әуелі соларға жолығып, осы оқиға жөнінде не дейтіндерін білгенім жөн болар деп ойлаған. Ертесінде Кеңтүбекке жүрмекші болып отырғанда, құланның қасуына мылтықтың басуы дегендей Қызылотаудан хабаршы келді. Мұрты жаңа ғана тебіндеп келе жатқан жас жігіт сауатсыздықты жою мектебінің мұғалімі жазып жолдаған хат әкеліпті. Онда: Өмеке, бір жаққа келіп кетуіңізді өтінеміз. Саужой мектебінде оқитын, бай молдаларды келемеждейтін спектаклімізге қатысатын, әдемі дауыспен ән салатын Күлжәміш атты келіншегіміз жоғалды. Діннен безген кәпірлердің жын ойнақ отауына барма деп енем мен күйеуім ұрсат деуші еді. Күйеуі ұрып өлтірді ме деп күмәнданамыз. Тергеп анықтасаңыз екен деп жазылыпты. Осы хатты алған соң аспан бұлттанып, күн райы бұзылайын деп тұрғанына қарамастан, асығыстау атқа мініп, хат әкелген жас жігітті қасына ертіп, 30 шақырымдай жердегі Қызылотауға бөгелместен жүріп кетті. Бұлар ауыл шетіне еліккенде жаңбырда себелеп жауа бастағанды. Қызылотау орналасқан киіз үйге жақындай бергенде-ақ шаңқылдаған әйел даусы құлаққа келді. Аттан түсіп, тізгінді жанындағы серігіне ұстата салып үйге кірді. Мұғалім мен бірнеше жігіт желең қыз-келіншектер шамасы Саужой мектебінің оқушылар болса керек. Ағараласқан бурыл шашын жайып жіберіп, ойбайлап киізді сабалап отырған қара кемпірге басу айтып, тоқтата алмай әуренуде екен. Кемпір долданып, өзінің бетін өзі тырнап қанатып тастапты. Мұны көрген бойында айғайын тіптен күшейтті. Тілімді алып күтетін жақсы келінімді азғырып, біреуге ертіп жібердіңдер. Табыңдар дейім, ойбай табыңдар. Әйтпесе бұл үйден тірі шықпайым, қолдарыңда өлем деп киізді тоқпақтауын үдете түсті. Шешей, қойыңыз енді. Бағанадан бері әуреленгеніңіз жетеді. Сабағымыз тоқтап қалды. Күлжәмішті өзіміз де таппай отырмыз. Мінеки, күткен тергеушіміз де келді. Келініңізді табуға осы кісі көмектеседі деп мұғалім Өміртайды көріп қуанып қалды. Мен сіздің балаңыздың арызы бойынша келдім. Келініңізді де, ұрланған ақшаңыз бен дүниеңізді де таптыртамын деп
Өміртай кемпірді әрең дегенде үйіне қайтарды. Үйі Қызыл Отауға жақын екен. Сұрастырып байқап еді, сырттан ешкім келмепті. Жергілікті жігіттер де тегіс ауылда болып шықты. Күлжамыштың ең жақын деген 3 құрбысын оңаша үйге шақыртып сөйлесіп сыр тартты. Сіздерді куә ретінде сотқа шақыртпаймын, айтқандарыңызды жазбаймын, бірақ маған Күлжамыштың тағдырын анықтауға көмектесіңіздер. Күлжамыш жайында өз білетіндеріңізді жасырмастан түгел айтыңыздар деп өтінді. Құрбылары бірі бастап, қалғандары қостап, кейде бірін-бірі толықтырып, жарыса сөйлеп, мынадай жайды баяндап берді. Күлжамыш кішкентай бала кезінен-ақ тағдыр тауқыметін аз көрмепті. Оң мен солын танымай жатып, шешесі өліпті. Өгей шешесі қатыгез адам болып кездесіп, ұрып-соғып күн көрсетпейді. Үйдің барлық жұмысын қаршадай баланың иығына артып қояды. Күлжамыш осындай қиындықтардың бәрін жеңе біліпті. Қайырымды, сымбатты құрбы-құрдасқа сүйкімді қыз болып бой жетіпті. Жастар бас қосатын ойын-сауықтарда, той-томалақ шілдеханаларда әуезді дауыспен ән салып көзге түсіпті. Сөйтіп жүріп, осы ауылдағы жалғыз атты домбырашы жігіт Ақылбекпен көңіл қосады. Алайда, қыздың әке-шешесі қалың малды көп сұрап, кедей жігітті маңына да жолатар болмапты. Ақырында Ақылбек Күлжамышты алып қашуға бел байлайды. Бірақ қыздың әке-шешесі мұны сезіп қалды да, ол әрекеті іске аспайды. Сол оқиғадан кейін-ақ өгей шеше күйеуінің құлақ етін жейді. Сен мәңгіріп, аузыңды ашып жүргеніңде мына қызың жалаң аяқ кедеймен қашып кетіп жер соқтырады. Одан да кешеге келген алпыспайдан 120 сом ақшамен 10 қой алып соған берейік деп күйеуін үгіттеп көндіреді. Айтқанын жүзеге асырып, түн ішінде Күлжамышты алпыспайға өңгертіп жіберіпті. Ақылбек санын соғып, бармағын шайнап бөгініп қалады. Ауылға Қызыл Отау орнаған соң Күлжамыш долы енесімен томырық күйеуінің ұрып-ұрысқанына қарамастан Саужой мектебінің сабақтарына қатыса бастайды. Қызыл Отауда мұғалім ғана емес, сондай-ақ кедейлер мен жалшылар арасында кеңес өкіметінің саясатын түсіндіріп, дінге қарсы насихат жүргізетін үгітші, әйелдердің арызын қарап бас бостандығын әперетін сот та бар еді. Солардың ықпалымен көп нәрсеге көз ашыла бастайды. Мұғалімнің ұйымдастыруымен алғаш рет спектакль қойылғанда Күлжамыш кішкентай кезінде әке-шешесі өліп, көрінгеннің қолжаулығына айналған жетім қыздың рөлінде ойнапты. Ғазиз әке, жасымда еркелеттің, бірақ та өмірден тым ерте кеттің. Қоңыр қозың зарланып қала берді, артыңнан анашымды ерте кеттің. Осылай жетімдіктің зарын көрдім. Дүниеде қорқаулардың барын көрдім. Бай үйінің қорғансыз күңі болып, тірлікте тауқыметтің бәрін көрдім. Бай енді мені малға сатпақ екен, күйеу келді сақалы әппақ екен. Жемтік көрген құзғындай молда жетті, неке қиып нәпақа таппақ екен. Жас төгіп, жапа шегіп зарланамын, тағдырға лағнет айтып қарғанамын. Әйелге бостандықтан атты деген хабарға құлақ түріп алданамын. Мұңымды Қызыл Отау естірме деп көңілге медеу етіп, малданамын деп Күлжамыш желек астында жылап отырған жетім қызды бейнелеп, зарланып әнге салғанда, көзінен моншақтап жас ағып, өзгелерді де еріксіз жылатқан еттесті құрбылары. Спектакльдегі оқиғаның даму барысында Қызыл Отаудағы сот келіп, жетім қызды арашалап алып қалады. Қалың малға тыйым салатын кеңес өкіметінің заңымен санаспаған үшін байды жазалап жауапқа тартады. Осы спектакль Күлжамыштың өзіне де күш-қуат беріп, ой түсіреді. Ақылбекпен қайта кездесіп табысады. Осыдан бірнеше күн бұрын ол Қызыл Отаудағы сотқа арыз беріп, күйеуінен ажырасуға, сүйген жігітіне қосылуға бел байлағанын айтыпты құрбыларына. Сөйткен Күлжамыш мінекей аяқ астынан бірақ түнде із-түссіз жоғалып кетіп отыр. Осы жайды естіп білген соң Өміртай Ақылбекті тауып алып, оңашалап сөйлесіп еді, жоғарыдағы әңгімені ол да түгел айтып шықты. Күлжамыш, менен басқа ешкіммен кету мүмкін емес деді ол. Соңғы рет кездескенімізде Қызыл Отау сотына арыз жаздырып алдым. Енді аз күн шыда деп еді. Күйеуі ұрып өлтірді ме деп қорқам. Егер ол жазым етсе, сүйегін жоқ қылып жібере алмас. Маңайдағы бір жерге көмген шығар деп 2 күннен бері
2 күннен бері қарай айналаны шар құрып қарап түгел кездім. Ешқандай белгі таба алмадым, деп жағы сопайып азып кеткен жас жігіт мұңайып күрсінді. Өміртайдың көңілінде күмән қалмады. Жауыздықтың Алпысбайдан келгені анық. Енді сөз бұйдаға салудың жөні жоқ, сондықтан оны Қызыл Отауға шұғыл шақыртып жауап алды. Ал жігітім, деді түсін суытып, жасырынбақ ойнағаным жетеді. Егер шындықты айтатын болсаң, жазаң жеңілдейді. Өтірік айтсаң, өз обалың өзіңе. Қалай келсеміз? Алпысбайдың өңі құп-қу болып бозарып кетті. Бірақ тіс жарып үн қатпады. Сонымен, нағашыңа қолау құнанмен бардым дедің. Кіші бесінде жолға шығып таңға жуық оралыпсың. Кеңтөбектен Бесқарағай ауданының аралығы 50 шақырым. Арғы бергі жолды есепте. Қанша болады? 100 шақырым. Мінгенің жарау ат емес құнан. Мүмкін емес қой жігітім. Кімді алдайсың? Ол сұрланып, бедірейген қалпында үндемей, сәл бөгеліп барып. Нағашымның ауылына жетпей орта жолдан қайтып едім деп жалтарды. Неге өйттің? Қарыз алсам деген ойымнан айныдым. Сен өткенде нағашыма барып келдім деп айтқансың. Енді бұлтақтама. Бұлтақтап отырғаным жоқ. Өткенде нағашым ауылына барайын деп шықтым дегем. Айтқан сөздерің есімде. Нағашыма барып ақша әкелдім дегенсің. Мына арызыңда да 50 сом әкелдім деп жазылған, деді Өміртай оның өткен жолы өзі алып келген арызын алдына тосып. Алпысбай сәл үндемей қалды да, 50 сом әкелуге деген сөз қате жазылып кеткен шығар, деп тағы тайқып шықты. Ол мына сабындай жылпылдаған жігітті сөзінен ұстап шынын айтқызудың оңай болмайтынын ұқты. Өткенде айтқан сөздерін қағазға түсіріп, куәләндіріп алмаған екенмін деп ойлады Өміртай. Бірақ қағазға жазылған сөзден де айнып шыға келуі қиын емес. Үйіңде 120 сом ақша бола тұра, нағашыңнан қарыз алмақ болғаныңда сенімсіз. Құлынды бүйіғыны 30-40 сомнан аспайды. Сөзіңнің бірі қиыспай тұр. Одан да шыныңды айт, деп біраз тақымдап қыстап көрді. Бедірейген безбүйрек екен. Әкем былтыр өлген. Үйдегі ақшаны әкеме ас беріп құнан оқытуға сақтап жүргенмін деп, оған да сылтау тауып міз бақпады. Ойлап, Күлжәміш ешқайда кеткен жоқ, не де болса Алпысбай жазым етіп жасырып отыр. Бірақ менің қолымда оның айыбын мойнына қойып беретіндей дәлел жоқ. Сондықтан қайткен күнде де Күлжәміштің денесін іздеп таппай болмайды деген шешімге келді. Егер Алпысбай әйелінің денесін ертіске тастаса, толқынмен жиекке шығуы мүмкін екенін ескеріп, құс атуды сылтау етіп мылтық асынып, күні бойы өзеннің жағасын кезді. Ешқандай белгі таба алмай, биік жардың басына шығып, дем алып, әлде қорасының маңына не ішіне көміп, көң қимен жауып тастадым екен деп ойланып отырғанда, ертістен бөлінген қалың қамысты қарасу үстінде ұшып қонып жүрген сауысқандарға көзі түсті. Қарға тұқымдыларға жататын бұл құстың да жемтікке әуес екендігін есіне алып шешініп суға түсті. Терең екен. Алыстан қарайған бір нәрсені көзі шалғанмен қасынан маңайлап бара алмады. Ертісте 2 бәкінші жүретіне көріп келуге соларды жұмсады. Олар 2 кісілік кішкене қайықпен тез барып қайтты. Өлген кісі екен, ісініп кетіпті, киімшең жатыр деп хабарлады. Өміртай Қызыл Отау адамдарына айтып, ат арба, үлкен қайық таптырып, өзі де бірге барып, Күлжәміштің денесін алып қайтты. Семияр селосында тұратын дәрігер қарап, келіншектің бас сүйегінің жарылғанын анықтады. Кім де болса, әуелі ұрып өлтірген, суға, сонан соң ғана тастаған, деді ол. Күлжәміштің қалтасынан су тиіп былғанған, күйеуінен ажыратып, бас бостандығын әперуді өтініп, Қызыл Отаудың сотына жазған арызы қоса шықты. Оның өліміне қатысы бар деген күдікпен Алпысбайды уақытша тұтқындауға енді негіз бар. Өміртай қасына Қызыл Отау қызметкерлерінің бірін ертіп үйіне келсе, ол Саптаяққа Насыбай үгіт үйінде отыр екен. Жанында жатқан қол шоқпарына көзі түсіп еді, басын үлкен адамның жұдырығындай етіп, қайыңның безінен жонып жасапты. Алпысбайды тұтқындап, жанындағы жігітке шоқпарды ала жүр деп тапсырды. Өйткені шоқпардың домалақ, жұмыр басынан қоңырқай дақ пен шаш сияқты бірер тал қылды байқап қалғанды. Күдігі шындыққа айнала бастады.
Тексеріп зерттеген кезде шоқпардың басындағы дақ адам қаны жабысқан қыл Күлжәміштің бірер тал шашы екендігі анықталды. Осыдан кейін ол қамауда отырған Алпысбайды милиционер жіберіп алдырды. Ал жігітім, енді саған бұлтаруға жол қалған жоқ, деді ол. Ең бірінші куә мына алдымыздағы жатқан шоқпар. Тексерудің қорытындысында шоқпардың басындағы дақ адам қаны, ал мына жабысқан қыл Күлжәміштің шашы екендігі анықталып отыр. Алпысбай шоқпарға жалт қарады да түсі бұзылып, қап-қара болып түтігіп кетті. Ішкі жан дүниесінде арпалыс болып жатқандай азырақ ойланып отырды да: айтайын, жолдас тергеуші, деп басын көтеріп Өміртайдың бетіне қарады. Осы бірер минуттың ішінде ол бірнеше жасқа қартайып кеткендей болып көрінді. Бәленің бәрі Күшікбай молданың сөздерінен басталды. Жұма күндері ол үйге келіп әкеме Құран оқитын. Келген сайын шешем екеумізді Күлжәмішті кәпір отауына жібермеңдер деп үгіттеуші еді. Менің айтқанымды істемесеңдер күнәға батасыңдар, өлгенде тозақ отына күйесіңдер деп қорқытатын. Бірақ Күлжәміш біздің тілімізді бәрібір алған жоқ. Жігіт ауыр күрсінді де үндемей отырып қалды. Өміртайдың есіне Қызыл отау қызметкерлері айтқан басқа бір әңгіме түскен еді. Олар Қасқырбай деген байдың тоқалы Қызыл отау сотының шешімімен бас бостандығын алып, жылқышысына тиіп кеткелі бері бай мырзалар мен молдалар Қызыл отауды жамандап, әртүрлі өсек сөздер, қисынсыз әңгімелер таратып жүр деп естиміз деген еді. Шешем ұрсып, мен ұрсам да Күлжәміш Қызыл отауға баруын тоқтатқан жоқ деп Алпысбай әңгімесін қайта жалғады. Содан соң, мейлі, өзі білсін деп үндемей-ақ қояйын деп едім, молданың тіліне ерген шешем, қатыныңды тыймасаң төркініме кетем, ертіске құлап өлем деп күнде жылап мазамды алды. Бір күні кешкілік қол шоқпармен насыбай уқалап отыр ем, Күлжәміш әдетінше тағы да Қызыл отауға жиналды. Барма деп едім, айтқаныма көнбеді. Қызыл отау сотына арыз беріп, бұл үйден бір жола кетем деді. Сөйтіп шыға бергенінде ашуланып шоқпарымды лақтырып қалған едім, басына тиіп жығылды. Тіл тартпай кетіпті. Өлтірейін деген жоқ едім, ойым тоқтату еді деп Алпысбай айыбын толық мойындады. Содан сасқанымнан молдаға барып ақылдастым. Жерге көмсең топырағынан табады, ертіске тастасаң толқын шығарады. Түн ішінде адам бармайтын қара суға апарып таста, сонда ешкім білмейді деп кеңес берді. Мен оның айтқанын істедім, бірақ қара басып тас немесе темір байлап тастау ойыма келмепті. Арызыңды кім жазды? Сол Күшікбай молда жазды. Шешеме Қызыл отауға барып шаңын қақ, келінімді азғырып, біреуге ертіп жібердіңдер деп бәле сал. Сөйтіп, мазаласаң, Қызыл отау бұл жерде көп отыра алмай көшіп кетер деп ақыл үйретті. Өміртай Алпысбайдың шешесін шақыртып жауап алып еді, ұлының айтқандарын ол да еріксіз мойындады. Күшікбай молда ғана: мен түк білмеймін, өзі құтылып кету үшін өтірік айтып отыр, маған жала жауып отыр деп азар да безер болды. Мына арызды сіз жазыпсыз ғой дегеніне, мен емеспін, хат білетін адам көп қой, біреуге жазғызған шығар деп ант су ішіп мойындамады. Содан соң Өміртай оның алдына бір парақ қағаз қойды да арызды дауыстап оқып отырып, сондағы айтылған сөздерді барлығын қайталатқызып жазғызды. Қолын өзгертуге тырысып тайқақтай жазса да, сарапшылар комиссиясы екі қағаздағы жазуды бір адамның жазғанын бұл тартпастан дәлелдеп берді. Осыдан соң ол Алпысбайдың, молданың қызын қалың малға сатқаны үшін Күлжәміштің әкесінің үстінен іс қозғап, сотқа тартты. Барлығы тиісті жазасын алды.